بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allah Taaladan jardam so'rayib o'tirib, biz endi tafsir savolimizni orqali javoblantiramiz. Bunun oldinda biz Sharh surasining tafsirini o'tgan edik. Arabning sharhlaridan so'rab kelgan. Bugun endi Duha surasiga kelib to'xtab o'tirar ekanmiz. Jalpi suraning ati Duha deb ataladi. Bu Mekkalik suralarning qatoridan kiradi. 11 oyatdan turadi ekan. Mekkada tushgan sura. Bunda endi talash yo'q. Qavmlar bari birozdan Mekkalik sura deb hisoblagan. Duha deganimiz Қазақша айтсақ сәске уақыты. Келгенде қазір көп осы қазақша терминдерді көп қолданбаған екен. Кейбір балаларға түсініксіз оқылады жа, бірақ көпшілігіміз білетін шығармыз. Ауылда не дескенде бұндай болады. Сәске уақыты дегеніміз мына күн көкжиектен көтерілгеннен кейін таң уақытысында. Сол көтерілген мезетті айтады. Қазақтар найза бойы көтерілгеннен кейін уақытты айтып қояды екен. Енді намаз оқып жүрген барлар болатын болса, духа намаз деп қояды. Сол оқылатын. Күн төбеге жақындағанға дейінгі аралық. Күн найза бойы көтеріліп көкжиектен, одан кейін төбеге жақындағанға дейінгі аралықты духа уақытысы деп қояды екен. Сүренің аты сол сәске уақытысымен аталған болып есептелген екен. Енді бұл сүренің жалпы кірісіп аяттарын жаңағындай мағынасын айтардың алдында бұл сүренің түсу себебіне байланысты бір тоқталып кетсек деген ойымыз бар. Өйткені ғалымдар айтқан, кез келген сүренің түсу себебін білу, ол сүрені толығырақ түсінуге мүмкіндік туғызады деп. Бұған байланысты Имам Бухари өзінің тәфсір кітабында, өзінің жазған Сахих кітабының тәфсір бабында келтіреді. Жүндүб ибн жаңағы Суфиян деген сахабадан, Аллах разы болсын, мынандай бір оқиғаны. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде болған сәтінде алғашқы сол жаңағы пайғамбарлық келіп елге насихат қылып, таухидке шақырып, елдерді айтып, дозақ пен жәннатпен ескертіп жатқан тұстар болатын. Бір адамдар қабылдады, бір адамдар қабылдамады. Енді өздеріңіз де жақсы білесіздер, өзі ақиқатты жеткізе қою оңай емес. Біраз уақыт шайтанның азғырғаны бар, адамдардың күнәға бейім болғаны бар. Соның бәрі бір күнде тазаланып кету мүмкін емес еді. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху соларды шақырып насихаттады. Біреулер мақтады пайғамбарымызды, соңынан ерді. Біреулер пайғамбарымызды қолдан келгенше жамандап, қолдарынан келген жамандықтарын бәрін істеп бағуға тырысты. Осындай бір оқиғалардың бірінде пайғамбарымыз бір күні ауырады. Жаңа хадисте иштака Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям дейді, пайғамбарымыз ауырды дейді. Лам якум лейлатайни ау саласан, 2-3 күн орнынан тұра алмай қалды дейді. Үйінде болды. Және осы аралықта пайғамбарымыз елге шығып, жаңағыдай насихат қылып, «Я юханнас қулу ла иляха иллаллах туфлиху», ей адамдар, ла иляха иллаллах деген сөз айтыңдар. Яғни бір ғана Аллах Тағаланы ғибадатқа лайықты екенін мойындаңдар, Аллахтан өзге нәрсеге сыйынудан сақ болыңдар деген сөзді елге шығып әрқашан айтушы еді. Көпшілік жиналған кезде пайғамбарымыз 2-3 күн үйінде тұра алмай жатып қалады. Науқастанып, елге айтпайды. Сол кезде жаңа хадисте келген сияқты фажаат имраатун фақалат, бір әйел кісі келіп айтты дейді. Енді бір тәфсір кітаптарында келеді, бұл әйел кісі дейді Абу Лахабтың әйелі дейді. Абу Лахабтың әйелі, оны Умму Джамил деп аталып кеткен болатын. Сол енді Абу Лахаб өзі де, оның әйелі де пайғамбарға дұшпан болатын. Абу Лахаб пайғамбарымыздың немере ағасы, туысы болып келеді. Әкесінің інісі болатын еді. Қарасақ кей кезде бір ақиқатты жеткізу барысында шайтан сондай бір дұшпан тіпті туысты туысқа қарсы қойып тастайды. Содан жаңағы Умму Джамил осы пайғамбарымыздың 2-3 күн елге насихат айтпағанын пайдаланып, үйде ауырып жатқанын пайдаланып, жығылғанға жұдырық қылғандай қылып, одан сайын келеді, оған мынандай бір сөздер айтқан екен. Инни ла арджу айякуна шайтанука қаттаракак. Мен үміт қыламын, сені мазалаған шайтан тастап кетті-ау деп айтқан екен. Шайтан деп отқаны Жәбірейіл періште. Жәбірейіл періште пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға Аллахтан уахи алып келеді, Құран аяттарын түсіретін еді. Пайғамбарымыз сол Құран аяттарын елге оқитын. Елдер сол Құран аятын тыңдап, өздерінің дұрыс-бұрыстарын ажыратып, Раббысына қарай жолдарын табатын еді.
Пайғамбарымыз 2-3 күн жаңағы Аллах Тағаладан аяттар келмей қалады. Осы жатқан кезеңінде. Яғни аяттар түскен жоқ. Сол кезде жаңағы Абу Лахабтың әйелі Умму Жәмил келіп айтқан екен, сенің шайтаның әйтеуір тасталды ау дейміз, солай дәмеленеміз, солай үміт етеміз. Жаңағы лам араху, мен оны көрген жоқпын, сен жаңағы шайтаның деп қояды. Қарубака мунзу лейлатайни ау саласан, 2-3 күн болды саған жоламапты дейді. Бұл сөз пайғамбарға кішкене ауыр тиеді. Одан кейін қалада сөз тарай бастайды. Мекке қаланың тұрғысында мушриктердің арасында, мушрик деген біз айтып кеттік, Аллахқа серік қосушы деген сөз. Аллахтың бар екенін мойындайды. Алла бар ғой, Алла бізді жаратты ғой. Аспанды жаратқан Құдай ғой, жер жаратқан Құдай ғой дейді, Аллахтың қатарында өзге нәрсеге сыйынады. Соны Құранның тілінде мушрик деп қояды, серік қосушы. Ол Исаға сыйынуы мүмкін, ол әруаққа сыйынуы мүмкін, ол басқаға сыйынуы мүмкін. Яғни Аллахқа тән батқанда құдайлық қасиеттерді өзге нәрсеге беруді. Осы мушриктер де сөз тарай бастайды пайғамбарымыз туралы. Болды, тоқтады, құлағымыз тынышталатын болды. Бір Аллаға сыйын деп, әбден жүйкеміз жоғартушы еді деп, олар да бір қуанғандай іспет танытады, сипат танытады. Бұның бәрі пайғамбар Мұхаммед саллаллаху ауыр тиеді. Пайғамбарымыз кәдімгі уайымдайды. Енді бұл аяттардың кешігуін және бір себептерін келтіреді. Ол пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху елге өзінің пайғамбар екенін хабарлап, ақиқатқа шақырып, жәннаттың жолын көрсетіп, дозақтың жолынан сақтандырып жатқан кезінде мушриктердің ішінде адамдар біреулер сеніп, біреулер сенбей, сонда өздері жиналып, өзара жасырын жиналыс өткізеді. Осы кісінің пайғамбары рас па екен, рас емес пе екен? Осы яһудилер бар еді, солардың ғалымдар бар еді. Оларға Мұса деген пайғамбар келген, Таурат деген кітаптар бар, солар жазып сызады ғой, бірдеңе білетін шығар. Солардан барып сұрайықшы. Осы бір кісі арамыздан шықты, Мұхаммед дейтін кісі, сол пайғамбарымыз деп жүр. Сол пайғамбар рас па, өтірік екен, солар мүмкін айтып беретін шығар деген сұрақ туғызады. Сөйтіп бұлар араларынан бір 3 кісіні таңдап, яһуди ғалымдарына жібермекші болады, Мединаға. Енді оларға о кезде әлі толық хабар жеткен жоқ, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху туралы. Сосын олар айтады, егер ол адамға 3 сұрақ қойыңдар, 3 сұраққа жауап берсе, екеуіне жауап берсе, және біреуіне оны білмеу керек дейді, мағынасын, осы 3 сұрақты туралы сұрақ қойыңдар, сол 3 сұраққа берген жауабына қарап, оның пайғамбар емес екенін білуге болады дейді. Біріншісі сол Зулқарнайн деген бір мұсылман патшасы болған, сол туралы әңгімені айтып беруді сұрайды. Екінші үңгірде жасырынған мұсылман жастар туралы әңгімесін айтып берсін дейді. Үшінші рух жайында сұраңдар дейді. Жалпы не деген, осы рух жайында айтып берсін дейді. Олар осы яһуди ғалымдардан осы сұрақты алғаннан кейін, жаңағы мәселені алғаннан кейін пайғамбарға келіп осы сұрақты қояды. Пайғамбарымыз енді өздігінен жауап бермейді ғой. Пайғамбар ол жайында білімдер жоқ еді. Пайғамбарымыз Аллахтан хабар күту керек болады. Пайғамбарымызға елдер сұрақ қояды, оның жауабын Аллах Тағала Жәбел періште арқылы жіберіп Құранда жауабын беріп отыратын. Пайғамбарымыз оларға әдеттегідей ертең келіңдер жауабын берем дейді. Бірақ бір сөзді ұмытып кетеді. Иншаллах деген сөз ұмытып кетеді. Құдай қаласа. Осыған байланысты кешігеді. Уахи. Ертесіне келеді, пайғамбарда жауап жоқ. Ары күні келеді, пайғамбарда жауап жоқ. Бұны мушриктерді қуантып, пайғамбарды қапаландырады бұл нәрсе. Бірақ бұл керісінше сырт бейнесі қарасаң, пайғамбарымыз абырой түсіп жатқан сияқты. Керісінше пайғамбардың абыройы көтерілді. Неге? Ол беріп жатқан жауабы өзінен емес екеніне дәлел болды. Алла оған жауап берсе берді, жауап бере алмаса бере алмайтын дәлел болып шықты. Яғни діннің иесі пайғамбар емес екен. Діннің иесі Аллах Тағала. Пайғамбардың бар міндеті жеткізу екен. Сонда иншаллах деген сөзді ұмытып кетудің екі үлкен пайдасы болды. Көп пайдалардың ішінде. Бірінші, жалпы мұсылманға бір тірлік істейтін кезде иншаллах деген сөзді айтуды үйренетін болды. Өйткені шынымен де ертең біздің не істейтініміз ол Аллахқа мәлім. Аллахқа тәуекел етесің. Құдай қаласа, Алла жәрдем етсе деп сөйлеген жақсы. Әрқашанда мұсылман Аллахқа тәуекел етіп, иншаллах деген сөзді ұмытпағаны жақсы болады екен. Бірінші соны үйренді. Екінші, пайғамбардың пайғамбарлығының нақты екенін дәлелдене түсті. Егер адам өзінен бірдеңе құрастырып жатқан болса, кез келген уақытта бір нәрсе айта салатын еді. Ештеңе жауап бере алмайды. Және де бір пайдасы пайғамбардың өтірік айтпайтындығы. Өзіне минус болып жатыр. Елдер жауап, айтпайсың ба? Пайғамбар жауап айта алмайды. Ертесіне келеді, ары күні келеді, жауап жоқ.
Пайғамбардың жауапкершілігінен кейін пайғамбарды кемсітіп жатыр, түк білмейсің деп. Сонда ол өзінің абыройын сақтайын деп өтірік айтасыз болады. Бірақ пайғамбарымыз еш уақытта өтірік айтқан кісі емес. Сонда уақидың кешігуі пайғамбар үшін қайта керісінше не болады? Құрмет болып шығады. Оның пайғамбар екендігі анық, өзіне сөз сөйлемейтіні. Екінші, оның сондай адамгершілік сипатының жоғары екендігі, еш уақытта өтірік айтпайды өзінің пайдасы үшін. Өзінің пайдасы үшін еш уақытта өтірік айтпайды. Аллахтың дінін жеткізуде. Және үшінші, біз жаңағы бір істі істейтін кезде иншаллах деген сөзді айтуымызға үлкен үлгі болды. Егер пайғамбар ұмытып оған уақи кешкен болатын болса, онда біз ұмытатын болатын болса, бізге де көптеген хайырлар кешіп қалуы мүмкін екен. Адам өз күшіне өз сеніп кетпеу керек, әрқашанда Аллахқа тәуекел етуді жоғалтпау керек болып табылады екен. Кейбір тәпсірлерде оның кешуі осыған байланысты болды дейді. Бірақ уақи кешікті, пайғамбарымыз да уайымда болды, дұшпандары мәз болды, қуанды. Олар Жәбірейіл періште атаған жоқ, шайтаны кешікті, құлағымыз тынышталатын болды. Құдайы бұны жеп көріп қалды, болды. Құдай оны тастады. Пайғамбар болуға лайықты болмай қалды. Деген сияқты неше түрлі сөздерді көбейтті. Осы сөздер көбейтті. Жалпы бұл өмірде бір нәрсені білсеңіздер, егер мына өмірде бар ма адамдар, өсек, өтірік, ғайбат, жала деген осы жаман сөздерді тастайтын болатын болса, адамдардың өмірі сол күн жақсарып кетеді. Адамның өмірінде кездесетін көптеген проблема 90%-ке жуығы тілден ғана болады екен. Семьямен ұрысып қалуы, туысқандарын татуласпай қалуы, біреудің артық сөйлеп қалуынан, біреудің өсек айтып жіберуінен. Өйткені адам қарап отырмайды, бірдеңе сөйлейді. Сөйлемей жүретін адамды таппайсыңдар ғой. Тіпті ғалымдарда сөз бар. Кісі дейді, сөйлейтін сөз таппаса көп сөйлейді дейді. Болады ғой сөйлемесін. Әйтеуір қарап отырғанша сөйлеп отыра береді деген сияқты сөйлей береді. Енді ол сөйлеп отырған екен, міндетті түрде ол біреуге тиісіп кетеді. Көршісі ма, пәленше ма, қоя бер оны. Ана пәленше баласына той жасапты. Сол бір мықты екен, молодец деп қойса, қайда бол, кредит қой деп қойып әйтеуір. Сондай адамдар бір өзінен өзге жақсы адам жоқ сияқты қалады. Қазақта тіпті сондай мақал бар. Бәрі халыққа қатысты шығар деп ойлаймын, тек қазаққа емес. Ол айтады, қазақтың дейді, тірісінің дейді, сөзден аманы жоқ дейді. Өлгеннің жаманы жоқ дейді. Өлген екен, жақсы деп қояды. Тірісінің сөзден аманы жоқ. Әйтеуір бірден келіп жүреді. Болмаса екінші мақал бар, жүргенге жерге білінеді дейді. Тірі болғаннан кейін айтады. Өліп қалғаннан кейін болды. Ештеңе дей алмайды. Өлгеннен кейін де ғайбатты айтады, бірақ басқаша айтады. Қара жер естіртпесін деп қояды. Құдай жазып жатыр дегенмен шаруасы жоқ. Құдай берушілер. Өзін өзі сылтауыз деп табады, өсек айтуға. Ал енді адамзат баласының ең абзалы пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям. Ол кісі ақиқатты жеткізу керек болды. Пайғамбарлардың абзалы еді. Ол кісі елге ақиқат жеткіземін дегенде шайтан қарап қала ма? Адамның шайтаны бар, жынның шайтаны бар. Не бір сөздер айтылды. Сондай бір ұлы тұлғаға. Ол кісіні өтірікші деді, ол кісіні ақын деді, ол кісіні жынды деді. Не бір сөздер болды, соның бәрін айтты. Ең соңында Айшені шайтанын тастадау, ақыр сенен демалатын болды, Құдайың сені жақтырмай қалды деген сөздер тарата бастады. Сол үшін Аллах Тағала Құранында пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям жұбатқан кезде не деп айтады деді? Уасбир аля ма яқулун. Олардың айтқан сөздеріне сабыр қыл дейді. Көбінесе осы жағынан сабыр қылуға шақыратын. Сөздеріне сабыр қыл дейді. Раббыңды пәктеп құлшылығыңды жасай бер дейді. Бұл жаңағы енді пайғамбарымыз бізге үлгі болып табылады. Енді бұл сүренің түсу себебі екен. Енді сүрені өзіне қарайық. Сонда бізге мағынасы анық болады. Осындай сөз тараған кезде, өсек тараған кезде оны Құдай тастады. Болды, Құдайға ол керек емес болып қалды. Құдай оны жақсы көрмей қалды деген сөз тараған кезде Аллах Тағала өзінің тарапынан пайғамбарға осы сүрені түсірді. Үлкен сүйінші болды. Бұл сүре бұл ғалымда өткен Әлем Нашрах
ләка солрак деп келетін сүреге ұқсас мағынасы. Екеуі егіз сүре сияқты. Мынандай бір аяттар келді. Уад-духа, Аллах ант етіп отыр сәске уақытысымен. Сәске уақытысын айтты. Таңда күн көйлектен шығып найзағой көтерілген мезет. Біз бұның алдында айтқанбыз, кез келген сүре антпен басталатын болса, онда ол анттардан кейінгі айтылатын мәселе өте маңызды. Мағынасы терең, қадірлі болып келеді екен. Және де өзінің жаратылыстарымен Аллах тағала ант ете алады. Ал адам баласына Алладан өзге нәрсеге ант етуге болмайды. Мысалға адам үшін анасы құрметті. Анамның ақ сүті деп ант етуге болмайды. Дұрыс емес. Кіші шиік. Нан ұрсын, нан құрметті. Нанымен ант етуге болмайды. Кіші шиік. Сәуде үкімет кезінде Ленин Сталин деп қояды. Бірақ оны құрметсіз. Сәуде үкімет адам үшін құрметті. Мұсылман адам ант етеді валлахи, биллахи, таллахи деген сөзбен. Енді таллахи, биллахи онша қолданбайды, қазақта валлахи деген сөз қолданады. Аллахпен ант етем деген сөз. Ал Аллах тағала өзінің жаратылыстарымен ант етеді, бірақ Алла не нәрсемен ант еткен болатын болса, сол нәрсе құрметті дегенді және білдіреді. Түсіндіңіздер ғой? Бұл жерде Аллах тағала уад-духа сәске уақытысымен ант етеді. Ол жай уақыт емес екен да. Қараңыздаршы. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху жеткен сахих хадисте адамның денесінде 360 буын бар деп келеді. Әрбір буынға адам садақа беру керек дейді. Өйткені білмеді. Мына бір алақаныңда 27 сүйек бар. Қанша сүйек бар? Сол сүйектер қозғалып жүріп бір енді таңғалатын нәрсе ғой. Көз алдыңа адамды скелет қылып елестетіп көр. Қызық, көз алдыңа адамды өңшең қан тамыры қылып елестетіп көр. Көз алдыңа адамды бұлшық ет қылып елестетіп көр. Көз алдыңа адамды нерв талшықтары қылып елестетіп көр. Таңғалатын жаратылыстар. Әрқайсысы өз алдына. Адамның бойында әрбір буынның өзіне садақа беру керек. Сахабалар да, "Я Аллахтың елшісі, біз қайдан табамыз садақаны?" дейді. Пайғамбар келіп үйретеді. Мына істесең, жақсыға шақырсаң садақа, жамандықтан қайтарсаң садақа деген сияқты. Калиматун тойибатун садақа, жақсы сөйлесең садақа, бір кісіні атқа отырғызып жіберсең садақа, жүгін алып берсең садақа деген сияқты көп деген садақаны үйретеді. Және бір хадисте келеді, кімде-кім осы сәске уақытысында дәрет алып 2 рәкат намаз оқыса, сол бүкіл буынға шүкірлік еткен болады дейді. Яғни духа уақыты. Мүмкін емес, енді былай үлкен ғой. Бізге қанша шүкірлік етуіміз керек? Біреу саған бір кесе су құйса да рахмет деп айтамыз ғой. Аллах тағаланың мынандай берген байлығына бір рахметіміз болу керек болып қалады екен. Сондықтан бұл кезде құрметті уақыт, ол кездің өзі қарасаң намазда құрметті болып тұр да. Және біліңіздер, Аллах тағала бізге намаздарды оқыған кезде белгілі бір уақыттарды оқуды бұйырды. Инна-ссалата канат алал муъминина китабан мауқута. Расында намаз иман келтіргендерге өз уақыттарымен парыз болды дейді. Оны басқа уақытында оқысаң намаз, бірақтан ол қадірін жоғалтып алады. Ерте оқып қойсаң қабыл емес. Сол үшін бұл уақыттардың белгіленуі бекер емес. Біздердің намаз оқып жатқан уақыттарымыз бекер уақыттар емес, түсіндіңіздер ме? Сол бір уақыттарда біз үшін берекет бар. Таң намазында тұрғаныңда берекет бар, ұйқыңды қиып. Түн намазында оқып жатқаныңда берекет бар. Бекер уақыттар емес. Сол сияқты және бір уақыттардың бір Аллах ант еткен уақыттың бірі сәске уақыты екен. Уал-лейли ида сажа. Түн қараңғылға әбден қоюланған мезет. Адлама сакана деп келеді тәпсірде. Түн қараңғылы орнап, болмаса сакана деген адамдар бір тыныш ұйқыға кете бастаған емес. Нағыз ұйқының тәтті, сол уақытысымен ад етіле бастайды. Біреулер осы уақытта тахаджудқа тұрып жатады. Сауапты көп алу үшін. Қарасаңыз духа уақытысында да бір намаз оқысаң, сауап еселеніп тұр. Тахаджудты оқысаңыз да сауап еселеніп тұр. Ол бұл жаңағы түннің бір сондай қараңғылығы қоюланған сәтпен Аллах тағала ант еткен екен. Аллах тағала осы екі нәрсемен ант еткеннен кейін пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи жұбататын, қуандыратын, жігерлендіретін бір аяттар түсіреді да дұшпандардың сөздері бекер екендігін, сөйтіп оларды бұлатқанда
ашуландыратын аяттар түсіреді. Аллах айтады: "Ма ваддака раббука", сені Раббың тастаған жоқ. "Уама қала", және жек көрген жоқ. Яғни "Уама қала", сені жек көрген жоқ деген сөздің ар жағында Алла Тағала сені сүйеді деген сөз жатыр. Субханалла. Бұл пайғамбар үшін үлкен бір күш беретін нәрсе. Аллах Тағала жақсы көреді деген аят келіп тұр пайғамбарға. Шынымен де адамзат баласының ең абзалы, Аллахтың құлдарының ішіндегі ең тақуасы, Аллахқа ең жақыны болғаны біздің пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбар саллаллаху тастау былай тұрсын, жеп көру былай тұрсын. Бұның алдында өткен сүреміз өткен сияқты Аллах не деп айтты? "Варафа'на лака зикрак", сенің есіміңді біз жайдық дейді әлемге. Пайғамбар саллаллаху атын жеп көретіндердің өзі біледі. Жеп көретіндер өздері біледі. Өткенде қарасам, ана Норвегия дейтін Европа қаласы бар екен ғой. Енді исламға қатысы жоқ интернетте. Сол жақтағы модный ат пайда болыпты да. Елдің бәрі қоя береді екен. Мұхаммед деген ат. Мода болып барады. Аллах Тағала көтеріп қойған азан айтсақ та, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтамыз: "Ашһаду анна Мұхаммад расулуллах" деген сияқты. Қазақта да бұл атты қойып өте көп болған, Мұхаммед, ажағы Мұхаммед, дін Мұхаммед, нұр Мұхаммед деген, құл Мұхаммед, қазақ қойып шығатқа. Сондай құрметпен қойылған. Соның ар жағында шынымен де өзіне осы адамзат баласының тарихындағы Аллахтың ең сүйікті құлы Мұхаммедті үлгі тұтса деп қой деген ат қой. Сол үшін Мұхаммед деген атты арқалап жүрген адамға пайғамбарының дініне жараспайды іс істеудің өзі ұятты. Ол атты біреудің аты Мұхаммед болса оған зекіп сөйлеуге ұялатын болған біреулер. Оның аты Мұхаммед болған үшін. Енді ол аты Мұхаммед болған адамның Құдайды ренжітетін істі істеуінің өзі ыңғайсыз да, шынап беріңіз. Сонда ол адам атын алғаннан кейін. Аты Мұхаммед болған екен, намаз оқымайтын болса, аты дін Мұхаммед болып намаз оқымаса, аты нұр Мұхаммед болып намаз оқымаса, аты құл Мұхаммед болып арақ ішсе, аты Мұхаммеджан болып күнә істейтін болмаса, не болады онда? Сонда ол адамдар шынымен де өзінің атына қарай үлесі болады деген сияқты, ол аттың құрметін білу керек екен. Алла Тағала пайғамбарымызды тастау былай тұрсын, оның дәрежесін көтеріп қойды. Оған көптеген нығметтер берді. Оны пайғамбарға таңдағанның өзі қаншалықты нығметке дәлел болады екен. Кейін Аллах айтады: "Валал ахирату хайрун лака минал ула". Ақырет дейді, сен үшін мына дүниеден артық, жақсырақ дейді. Бұл енді ақырет деп атқанымыз қазақша аударсақ кейінгі. Ахир енді әйел дегенде келіп тұр. Ахира деп кейінгі өмір. Неге? Өйткені біздің мына өмірімізден кейін болып тұр да. Қазақ ұғымдағы сияқты кейінгі, последний деген сияқты емес. Мына өмірден кейін, ол абзал бұдан өмір. Түсіндір ғой? Жалпы адамның сен Құдайдан қорқып тақуалықпен өмір сүретін болсаң, Аллах Тағала саған тек қана жоғары қарай өрлеуді, нығметтің арттыруын уәде еткен. Ол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям берілетін нығмет ерекше. Жай тақуа адамға берілетін нығмет өзі ерекше. Қараңыздаршы. Кеше біз әкеміздің белінде болдық. Әкеміздің белінде болған кезде біз енді кішкентай бір неміз ғой? Сперматозоид дейміз. Сол сияқты. Біреуге развитый сперматозоид десең ренжиді, бірақ расында солай ғой. Сондай болдық әкеміздің белінде. Ол кезде бізді микроскоппен көру керек та. Енді басы дәу құйрық жығырлаған бір бәле жүрдік қой. Содан анамыздың бойын өттік. Анамыздың бойында жадыр деген жайда өмір сүрдік. Кеңірек мөлген да. Әкенің беліне салыстырған кезде ол жер кішкене кеңірек. Бір-екі аптадан кейін уже кішкене нормальный көзге көрінетін болып қаласың да. 3-4 айдан кейін бар екеніңді білдіре бастайсың да, жайлап ары жыбырлап, мен не жақта пайда болдым деген, бармын деген сияқты. Жүрегің сол. Сол ананың бойынан кейін біз мына өмірге келдік. Бірақ мына өмір жатырдан кең ғой, дұрыс па? Салыстырыңдаршы, мына жер, жұлдыз, күнімен, галактикасымен бәрімен қосқан кезде, ананың жатырына салыстырған кезде қандай өзі өлшеу келе ме размер?
Сен ананың құзан жатқан кезде өзің риза болғансың. Енді мына дүниеге келдің, одан да кең дүниеге кіргізді Алла Тағала. Барзақ әлемі бұдан да кең. Ал жәннатқа кіретін болсақ, жәннаттың алдында мына бүкіл әлем барзақмен қосқанда ананың жатырындай болып қалады да. Әлемес. Яғни Алла Тағала тек қана кеңшілікке шығаруға бұйырылған адам баласы. Егер ол өзінің адам сипатын жоғалтып алмаса болды. Құдайын ұмытып қалмаса болды. Пайғамбардың айтқан тыңдаса болды, оған тек қана жақсылық уәде етілген. Оған жоғарылау уәде етілген. Алла Тағала дін жібергенде бейнетке салу үшін емес, адамның өмірін көркемдеу үшін жіберген. Сол үшін кейбір мұсылмандардың өмірінен сондай бір нұрлы, бақытты сәттерді көреміз. Дінді ұстанбайтын адамдар ондайды армандап та жете алмайды. Армандап та жете алмайды. Енді бұл кеңдік жағынан. Ал енді беретін рызқы да сондай көп. Ананың бойында жатқан кезде Алла Тағала бізге бір-ақ есіктен тамақ берген. Кіндік қой. Оның өзі ауызда емес, қарында. Сонымен шешеміз бірдеңе жесе, біз де жеп жатқан сияқтымыз да. Одан кейін дүниеге келіп едік, Алла Тағала бізге екі есіктен тамақтандырып қойды да, анамыздың екі кеудесі. Тісіміз шығып еді, одан көбейтті. Ет, сүт, су, төрт нәрсені несімен қосқан кезде. Ал енді Құдайдан тақуа өтетін болса, 8 жәннаттың есігінен біреусінен кіріп тамақтануға болады. Аллах артықшылықты өткен. Бірақ Аллах Тағала ешкімге қиянат қылмайды. Мына өмірде біреу биш болып, бишара болып кетіп баратқан болса, өзінің кінәсі бар. Арақ ішпегенде ішіп жатыр. Проблема болатын болса, Құдай неге кінәлі? Өзің кінәлісің. Дұрыс па? Аллах Тағала оған проблема болмау үшін арақ ішпе деп айтқан оған. Лааллакум туфлихун, арақ ішпе бақытты боласың деді. Ой, ішіп бақытты болайын дейді да. Ана өтірік кино бар ғой, с легким паром деген. Ішіп алып бақытты болып кететін. Өтірік қой. Енді арақты үйрету үшін істелінген саяси фильм. Аллах бізді жаратты, бізге нені пайдалы екен біледі. Аллахтың намаз оқы деді, бірақ мұқтаж емес. Намаз деген өзі көп уақыт емес қой, дұрыс па? Былай қарап тұратын болсам, намаз оқитын адамның намазға кететін уақыты менен темекі шеген адам темекі шеген уақыты көп кетеді екен да. Бір кісіні білемін, жақында темекі тастаған. Күніне 2 пашка шегетін ем дейді да. Мен білмеймін пашканың ішінде қанша болатынын енді. Ұстап көрмеппіз. Сіздер білмейді айтатын шығарсың. Сыртына жазып қойды. Енді мейлі, 21 дейік. 5 минуттан қанша минут кетеді сонда? 100 минут кетеді. 100 минут кетеді. Ол дегеніміз 1 сағат 40 минут. Бір пашка ма бұл? Бір пашка. Неге 20 бұл? Неге 10 емес? Неге тақ? Білмеймін. Біреу кешіне отырамын деп. Енді қарасақ, мейлі 1 сағат 40 минут, бірақ пашка шексін. Намазыңа 1 сағат кетеді. Мен ар жағымда дәретхана ішінде журнал оқып отқанын, кино көріп отқанын, турецкий сериал, анау поле чудес, оны айтып отқан жоқпын. Просто вредный нәрсені ғана айттым да. Бір күн арақ ішіп, 5 күн бас жазып отқанда айтып отқан жоқпын. Сонда қарасақ, өзіне пайдасыз нәрсеге уақытын қиып, өзінің пайдасыз нәрсесіне уақытын қимайды да, субханалла. Аллах Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жұбатты, оған дүниеде берілген нәрседен гөрі ақыретте берілетін нәрсе одан артық болатындығын айтып кетті да. Сол сияқты қарапайым адамдарға тура сол сыйлық бар. Аллахтың айтқан істесең, мына дүниенің өзінде саған жақсылық беріледі, ақыретте берілетін жақсылық хадисте келген сияқты көзің көрмеген, құлағың естімеген, ойыңа келмеген жақсылық. Ол үлкен жақсылықтар бар. Шайтан сондай оңбаған адамдарды қалай азып кетіп баратыр да. Алла айтты десең, адамдар үркет. Құраннан алып келіп, Аллах Тағала пәленшесін түсіреді, пәленшесінше аят түгенше десең, саған қарап, сен уахабис емессің ба деп қояды. Алланың айтқанына сендіру қиын кітапта. Бірақ 4 бұрышта телевизор бар, ішінде адамдар сөйлейді. Адамдардың айтқанына
Құдайдың айтқандай деп сенеді, айтты ғой анау деп жатыр ғой енді деген сияқты. Бұл пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи сондай өсектер тарайды. Аллах тағала осы аяттармен жұбатады. Сені Раббың тастаған жоқ, сені жеп көрген жоқ, сен үшін ақырет дүниеден артық. Пайғамбардың расында да ақыретті жатқанда басым ойлаған адам, дүниенің құнын білген адам. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи қасында жүрген сахабалар оған малын емес, оның жолында, үйретіп отқан жолында жанын беруге дайын еді. Бірақ пайғамбарымыз дүниеге асқан адам жоқ. Bir neде Omar Razan'dan keltirген риваят бар. Bir neде Абдулла ибн Мас'удтан келтірген риваят бар. Соған қарағанда пайғамбарымыз жиі жатқан болады. Хасир деп қояды. Хасир дегеніміз, енді біз ши төсек деп былай айтып жатырмыз ғой. Бұл құрманың жапырағынан өрілетін бір төсекті айтады. Бізде корзина жасайды, тағы басқа жасайды ғой. Соған ұқсаған сияқты. Пайғамбарымыз төсек сондай болған. Bir күні Абдулла ибн Мас'уд келіп пайғамбарға келдім дейді. Пайғамбарымыз тұрып дейді, іздері қалып кетті. Қатты төсек қой. Арасында төбесінде көрпеше жоқ. Қатты төсек іздері қалып кетті. Абдулла ибн Мас'уд жаңағы сүртіп нелер іздерін кетіріп жатырмын дейді. Сөйтіп, "Я Аллахтың елшісі, сіз бізге рұқсат берсеңіз, мынау хасир жаңағы ши төсекті алып тастаймыз деп жатқан жоқ. Ши төсектің үстіне бір көрпе тауып беретін едік қой" деп айтып жатыр да. Мали уалали дүния дейді. Пайғамбар, "Ей, маған дүние бол. Не дейсің?" дейді. "Мен бір жолаушы сияқтымын" дейді. "Келе жатты да талдың көлеңкесіне дем алды, одан ары кетеді, көлеңке қалады ғой" дейді. Мына дүние қалып кетеді бәрі. Дүние деген сондай нәрсе, көлеңке сияқты да. Көлеңкеге жүгірген сайын ұзара береді, қуып жетпейсің. Қаша береді, қуа бересің, қаша бересің. Ал Аллахтың дініне қарай жүгірсең, көлеңкең артта қалады ғой. Иә? Аллах қарай жүгіре бересің, бірақ көлеңкесінен қалып кетпейді ғой. Ол да артынан жүгіре береді да. Құдай десең, дүние өз артынан жүгіріп келеді. Елдер дүниенің артынан жүгіріп жатыр, бірақ жете алмайды. Пайдасы жоқ нәрсе болып қалады. Пайғамбар дүниеге қатты қыза қойған кісі емес еді. Ол кісінің жаны бай болды. Қазақта мақал бар, қанағат қарын тойғызады дейді. Және пайғамбардан хадис бар етін келтірген "Лайсал ғина ан касратил арад, валакиннал ғина инан нафс" дейді. Байлық дейді, дүниенің көптігі емес дейді. Байлық көңілдің тоқтығы дейді. Қазақ айтады, ашыққаннан дейді, құныққан жаман дейді. Біреу аш болды, бір үзім нан болса екен, шіркін-ай осыны бір исін шығарып қойып, жылқының сорпасын ішемеді деп аш болды. Ал біреу ол күніге шолпанды жеп жатыр да, оған уже қызық емес та. Қызық емес, ол уже құнығып, басқа кедей-кепшік ойламай кетеді. Сонда құныққан ашыққаннан жаман дейді. Өзі адам керемет сауапқа ие болады. Не байсың, не кедейсің ғой, екеуің біреусің ғой. Онсыз басқа енді кедей көп, бай аз деген сияқты. Бай көп болатын болса, соғыс болып кетеді өзі. Егер кедей болсаң дейді, сенің бойыңда сабырлық деген қасиет болатын болса, ұтып кетесің дейді. Бай болсаң, сенің бойыңда шүкірлік деген қасиет болса, ұтып кетесің дейді. Түсіндіңіздер ме? Сол үшін келеді. Жалпы пайғамбарымыз кедейлікті де көрген кісі, байлықты да көрген кісі. Келешек аяттарда қазір олықтарында айтылады. Пайғамбарымыз кедей болған кезде сабырлы болды. Бай болған кезде шүкірлі болды. Яғни кедей-кепшікті ұмытып кеткен жоқ. Сол үшін ғанiyun, шакирун, фақирун, сабирун дейді. Осы екі адамды бақытты адам деп қояды. Бай шүкір қылатын, кедей сабыр қылатын. Олар ұтылмайтын адамдар. Пайғамбарымыз дүниенің құны не екенін жақсы білді. Оған бола алданып қалған жоқ. Жеген тамағың мейлі, нарада бір кедей отырып тамақ жесін. Арзан бір вермешел ғана, ештеңе жоқ. Неяқта бай отырып тамақ жесін. 24 сағаттан кейін кедейдің вермешел болып түспейді ғой, дұрыс па? Байдың қазы болып түспейді ғой, дұрыс па? Белуға не болып түседі? Осыған бола жаңғырып қалатын жағдай жоқ та. Сол үшін неяқта сабыр, неяқта шүкірлікпен аласың да. Сонда адам баласы осы тұрғыда көңіл бұру керек, өйткені өмірге келгендегі мақсаты ол тамақ ішіп жейді, өмір сүру үшін.
Болмаса өмір сүрмейді, тамақ жеу үшін. Ол үшін өмір сүріп жатқаны жоқ талады екен. Кейін Аллах Тағала арғы аятта айтады: "Вала сауфа ю'тика раббука фатарда". Аллах Тағала пайғамбарды жұбатып жатыр. Неше түрлі сөз келіп жатыр. Пайғамбарға сиқыршы, үйтті, шайтаны қалдырып кетті, Құдайын жеп көріп қалды, тастады деген сияқты сөздер таратты. Аллах Тағала сондай жұбатып жатыр: сені Құдайың тастаған жоқ, сені жеп көріп қалған жоқ, сен үшін ақырет бұл өмірден гөрі артық. Вала сауфа ю'тика раббука фатарда. Аллах Тағала саған сондай береді нығметтерді. Фатарда әбден риза боласың дейді. Ғалымдар айтады, бұл аяттан артық бір жақсылық айту мүмкін емес дейді. Пайғамбар риза болғанша Аллах дүние ақырет нығметін берем деп жатыр. Пайғамбар берілетін айтылды. Шынымен де бір нәрсені естен шығармауымыз керек. Бауырлар, мысалға айтайық, жалпы өзі қазақтың тойына барсаң, болмаса бір әйтеуір бір дастарханда болсаң, қазақ тілекшіл халық қой тұр. Әйтеуір бата бер дейді үлкен болса, тілек тілейді, тойдың бәрі өйтір. Қазақтың тойына барсаң сөйлеу, өзбектің тойына барсаң билеу дейді ғой. Сөйлейді ғой, сөйлемей қалса өкпелейді. Әйтеуір әркім неше түрлі тілек, аспанда жұлдыз болса сол жұлдызды тілеймін, судағы балықтай болса сондай тілек тілеймін, саған жамбылдың жасын берсін, леймнің басын берсін, үйтсін, бүйтсін, сүйесін, здоровы, индийский махаббат деген сияқты. Енді бәрі жаттан. Бірақ осы жаттан сөзді айтпаса өкпелейді. Бірақ бір нәрсені, бір нүктені естен шығара алмайық. Тойда екі жас тұр дейік. Оған 100 адам сөз сөйлеп, 100 тілек тіледі. Мүмкін оған 1000 адам тілек тіледі. Туған туысқаны бәрі қосылып. Құттықтады, телефонмен басқан, бәрі тілек тіледі. Бірақ осы 100 тілек пен 1000 тілектің құны жоқ, Құдай қабылдамаса. Түсіндіңдер ме? Құр сөз болып қалады. Ал Құдай қабылдау үшін Құдайға жағатын тірлігі болу керек. Ана екі жаста Құдайдың алдына жағатын тірлігі болу керек. Тілек тілеушілердің де тілегі қабыл болатын нәрсе болды. Айтпаса құр сөз оның бәрі. Жай сөз болып қалады. Құранда келеді: "Биядика ла-хайр", Алла жақсылық сенің қолыңда дейді. Осыны естен шығармауымыз керек. Сенің аз болуыңда, көп болуыңда, аш болуыңда, тоқ болуыңда, бар болуыңда, жоқ болуыңда Аллах Тағаланың қолында. Алла бол десе бар, болса болмайды. Жер бетінің бүкіл адамы жиналып келіп басыңа алтын құямын десе, құя алмайды Алла қаламаса. Жер бетінің бүкіл адамы келіп жабылып келіп сенің басына бір тал шаш жұлғанса, жұланбайды Алла қаламаса. Енді Аллах пайғамбар айтады: "Біз саған берем" дейді, риза болғаныңша дейді. Бүкіл нәрсе кейбір тәпсірде келеді. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям негізі үмбет үшін сұраған дейді көп. Қияметтің қиын күнін білген дейді. Шафағат етіп сұраған дейді, сол шафағатты берген дейді Аллах Тағала. Хадисте келеді: "Инна шафаати ли ахли кабаир мин уммати" деп айтты. Менің шафағатым дейді үмбетімнің ішіндегі үлкен күнәға ұрынғандар үшін дейді. Ертең бүкіл пайғамбар атаулы, періште атаулы қияметтің күні қорқып, кісі атаулы өзінің әке шешесінің бауырынан қашып жатқан кезде, сен қиналып 50 000 жыл аяғында тұрған кезде шафағатшы болатын бір кісі бар. Алла оған сондай үлкен дәреже берген. Ол арша түседі. Сен егер пайғамбар үмбеті деген лайықты, жаңағы сөзге лайықты болатын болсаң, лайықты болсаң, иншалла пайғамбар шафағатына лайықты боласың да. Сондай қиын сәтте пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтың алдында сәжде қылып, Аллахтың еткен дұғасынан дұға қылып, сұрайды, оның үмбеті жәннатқа кіргенше, риза болғанша деген сол екен ба. Риза болады деп ал пайғамбарымыз көп Құран аяттарын оқыған кезде қиметке байланысты уммати, уммати, үмбетім, үмбетім деп көзіне жас келетін болады. Үмбетім деп көзіне жас келіп қалатын болады. Енді Аллах Тағала бізбен сіздерді сол пайғамбардың шафағатына лайықты етсін. Сол пайғамбар шафағатына лайықты болу үшін сондай иман, сондай амал нәсіп етсін сіздерге. Алам яджидка ятиман фаава. Енді келесі аяттарды қараңыздар. Қызық болып жалғасады. Аллах айтады: "Бұл енді пайғамбарымыз жұбатты, сені қалдырған жоқ, сені жек көрген жоқ, ақырет сен үшін бұл дүниеден гөрі артық, Аллах саған береді, риза болғаныңша береді" деп айтып келді. Кейін Аллах пайғамбарға есіне салып жатыр да. Дүниенің өзінде көмектескен, ақыретте көмектеседі. Дүниенің өзінде көмектескен есіне салады. Алам яджидка
Ятиман фаауа. Сені жетім күйде тапқан жоқ бек. Сені сөйтіп біз пана бергенбіз. Саған пана болатын адамдар тауып бергенбіз. Пана болатын жер тауып бергенбіз деп аят келеді. Пайғамбарымыз расында жетім болды. Енді қазақта жетім деген сөз сол Құранның ятим деген сөзі қане? Ятим, жетім. Жетім дегеніміз балағат жасына толмай жатып әкесінен ажыраған баланы жетім дейді шариғатта. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтың қалауы дүниеге келмей жатып әкесі қайтыс болып кеткен. Әкесін көріп үлгерген жоқ. Әкесі баласын да көріп үлгерген жоқ. Кейін пайғамбарымыз осы күйінде өскен кезде әлі буыны қатпай жатып, 6 жасында анасы өмірден қайтады. Толық жетім болады. Бірақ далада қалып кетпейді. Аллах Тағала оған пана беріп, атасын Абдул-Муталибті береді. Абдул-Муталиб бар, қолынан келгенін жасайды. Бірақ 2 жылдан кейін ол кісі өмірден өтеді. 8 жасында пайғамбарымыз сол атасы қалған кезде атасынан әкесінің інісі Абу-Талибтің қолында тәрбиеленеді. Абу-Талиб пайғамбарға құрмет сондай жасайды, ол кісі мушрик болған. Бірақ Аллах соның жүрегіне сондай пайғамбарға деген сезімдерді салып қойды, пайғамбарға өзінің балаларынан артық қарады да. Арабта әдет бар еді, балаларды былатқанда әкесінің құрметтеуге үйрететін. Ол бізде де сондай әдет бар еді. Қазір ғой төбеңе шығып кетеді. Шешелер әкесін әрқашан құрметтеуге үйретіп отыратын оған. Бұрын кезде. Осы арқылы баланың бойында әкеге деген жақсы сипаттар қалыптастырады. Әкең шаршап келді, қазір мазалама, сосын сұрақ қоясың. Әкең келе жатыр, барып сәлем бер. Еске шыққанда бөлмеде отыра берме, компьютер шұқылап. Әкең келіп қалды, барып сәлем бер, сосын барып отырасың. Деп осы дұрыс аналар айтады. Ол бұрынғы араб халқында да, бізде де ол әдеттер болған. Қазір ұмытылды. Үйге кіріп шыққанды білмейді. Әкесі кірді ма, шықты ма білмейді. Әкесі де білмеуі мүмкін, үйінде баласы бар ма, жоқ па. Бір бөлменің ішінде кездеспей өтіп кетуі мүмкін олар. Бұрынғылар мән берді. Сонда бұл Абу-Талиб балалары бар еді ол да. Қатты бай да болған жоқ, балалары болды, беделді болды. Сонда оның әдепті кісілермен отырған кезде, қағбан түбінде көлеңде отырған кезде, балалар келіп алдына кішкентай балалар отырам десе, мазалама деп шекке қойып қоятын еді. Бірақ жетім, сол кезде жетім болған әкесі өткен, шешесі өткен пайғамбар Мұхаммед Абу-Талибтің алдына еркелікке отыратын болса, оған тискізбейтін де алып тастайды. Отыра берсін. Ләхушан, бұл тегін бала емес еді деп айтты. Аллах сондай құрмет сұрап қойды. Яғни Абу-Талиб өз балаларынан артық қамқор жасап жатыр. Аллах Тағала құдіретті ғой. Егер біреуді алып шығам десе, дұшпанның қолынан аман алып шығады. Дұрыс па? Мұса пайғамбар кімнің қолында өсті? Ферғауын. Ферғауын Алланың дұшпаны еді, Мұсаның дұшпаны еді. Бірақ өзі киіндірді, өзі тамақтандырды, өзі өсірді. Аллах Тағала пана салам десе, панасына алады. Ал егер Аллахтың құлатын болса, досыңның, туысқанның арасына жүріп таяқ жеуі мүмкін. Дұшпан емес. Туыстың арасына жүріп таяқ жеп қалуы мүмкін, жетім бала. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, сен жетім қылып тапқан едік, саған пана бердік дейді. Мейірмен қарайтын адамдар тауып бердік дейді. Уаваджадака даллан фахада. Сені адасқан халде тапқан едік, тура жол салып дейді. Бұл жердегі адасушылықты түсіндірейік. Бұл жердегі адасушылықты ғалымдар бірнеше түсіндірме береді. Ол анау арабтар сияқты құдайға серік қосып адасушылық емес. Христиандарды біз не деп айтамыз? Даллин дейміз, адасқандар дейміз. Неге? Өйткені христиандар кімге сыйынады? Аллахтан бөлек Исаға сыйынады. Иса кім? Пайғамбар. Осыдан және бір кішігірім түсіндіріп кетейін. Балалар, сіздер біле жүріңіздер, айта жүріңіздер. Өйткені ауыр күнәдан өте сақ болуымыз керек. Құранда ең үлкен күнә ширк деп айтты. Ширк деген екен адам барынша сақ болу керек қой. Алла инналла ла яғфиру ан юшрика бихи. Алла Тағала өзіне серік қосқанды кешірмейді дейді. Инна ширка ла зулмун азим. Ширк күнәсі үлкен зұлымдық деп қояды. Хадистерде келеді, кімде-кім өлсе серік қосып өлген болса дозаққа кіреді деп келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан сұраған кезде ең үлкен күнә не деп сұраған кезде Алишраку билля, Аллахқа серік қосу дейді.
Онда үлкен күнә. Бұл адам өлтіргеннен ауыр, бұл зина жасағаннан ауыр, бұл арақ ішкеннен ауыр, бұл өтірік айтқаннан ауыр, бұл ұрлық істегеннен ауыр, бұл қарасақ осындай ауыр күнә, ол не деген сұрақ туып керек қой адамдан, дұрыс па? Не деген сұмдық күнә деген сияқты. Қандай ауыр күнә деген? Христиандар Алла Құдай дейді, өздерінше шоқынады, құлшылық істейді, бірақ олар Құранның тілінде адасқан есептерінде, өйткені олар Исаға сыйынғандары үшін Құдайдың қатарында. Құдай жоқ, Иса Құдай деп кеткен жоқ қой, дұрыс па? Құдай бар, Исада көмектеседі деп сыйынып жатыр. Баласы дейді, тәңірлік қасиет береді сол күйінде. Егер пайғамбар Исаға сыйыну адасушылық болған болатын болса, пайғамбар емес жай әруаққа сыйынғанның қандай адасушылық екенін айтпаса да түсінікті. Түсіндіңіздер ғой? Үлкен адасушылық. Христиандар адасқандар деп айтылған болатын болса, әруаққа сыйынған адасқанның артында қанша деп бені қой берік боқалады. Аллах тағала әрқайсымызға тура жол нәсіп етсін. Бірақ бұл жердегі пайғамбарға қатысты адасу деген серік қосу жағынан емес. Оны Құран аяттары өздері тәпсірлейді. Ең жақсы тәпсір Құранға тәпсір. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ дейді. Сен шариғатты білмеуші едің, Аллах саған шариғат үйретті дейді. Осыны айтып отыр. Дуаның бір мағынасы білмейтін едің, үйретті. Аллах тағала бір ғана Аллахтың ғибадат, пайғамбар салсам, бір ғана Аллахтың ғибадатқа лайықты екенін білді, бірақ қалай ғибадат жасау керек екенін білмеді. Және ол халқының адасып бара жатқанын білді, қалай тура жол көрсететінін білмеді. Аллах тағала пайғамбарымызға үйретті, қалай ғибадат жасау керек екенін. Аллах тағала пайғамбарға үйретті, халықты қалай жәннатқа алып бару керек екенін. وَإِنَّكَ لَعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, сен мұстақим жол үстіндесің деп сөйлеп айтты. Осы Құран аяттарын жүргенек. Бұл бір күйінде. Енді адасқан халінде деген сияқты, жаңағы бұл шариғатты білмейтін едің, саған үйретіп деп келеді. Құранда ол жайында аяттар өте көп. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ, сен Құранның не екенін, шариғаттың не екенін білмейтін едің. Иман бір шариғат мағынасын береді. Шариғаттың не екенін білмейтін едің, Алла тағала саған үйретті деп келеді. Болмаса وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ تَخُطُ بِيَمِينِكَ, сен бұған дейін Құран оқыған жоқсың, бұған дейін кітап жазған жоқсың. Аллах саған үйретті дейді. Яғни шариғатты білмедің, білдірді деген сөз. Келесі аятта айтады: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, сені кедей халде таптық, فَأَغْنَى, не? Сені бай қылды, саған жағдай берді дейді. Сол күйінде. Расында пайғамбар Мұхаммед Мұса және де бай болды, және өмірінде тәні де бай болған кездері болды. Жомарттық пайғамбардан үйренеміз. Кісілерге қандай бір қайрым жасаған. Жоғарыда айтып кеткен хадисімізде келген сияқты, лайсал ғина ан касратил ғарад, уәләкин ал ғина ғина нас дейді. Байлық дегеніміз дүниенің көптігі емес, көңілдің тоқтығы дейді. Қазақша қанағат, қарын, тоязат дейді. Үш нәрсе айтылды. Пайғамбарымыз: жетім едің, қамқор қылды, тауып бердік. Шариғатты білмейтін едің, Құранды білмейтін едің, үйреттік. Үшіншісі, кедей едің, жұпын едің, жағдайыңды жақсарттық. Үш нәрсе. Енді осы үш нығметті қандай күйде түсіп, үш нығметті берген айтады да, ар жағында Аллах тағала мынандай нәрсе айта бастайды. Қараңыздар. Құран аятының бір дәлдігі ғой, кереметтігі. Алла айтады: "Фәаммал ятима фала тақхар", пайғамбар айтады: "Енді жетімді көрсең, жетім келсе, фала тақхар, оған зәбір жасама. Оның үстінен зұлымдық істеп жүрме. Оған зекіп тастама" дейді. Пайғамбар өзі жетім болды, жетім халіңді есіңе ал, саған біз қамқор істегенбіз, сен де жетімдерге қамқор жаса деп тұрды. Аятқа сәйкес келіп тұр, түсінсіздер ғой? Нығметін еске салды да, соған қарай бұйырды. Өйткені Аллах Құран айтқан: "Ахсин кама ахсана илайк". Аллах саған қандай жақсылық қылған болса, сен өзгеге сондай жақсылық жаса дейді. Сондай жақсылық жаса дейді. Келесі айтады: "Ва аммас-саиля фала танхар", сұраушыға зекіме дейді. Бұл жерде сұраушы жұпыны болып, кедей болып, бір ақша сұрап келген болуы мүмкін. Бұл жерде сұраушы білмей жатыр. Раббысын таныды, қалай Құдайға жол табарын білмей жатыр. Сенен біреу шариғат ілімін сұрап келсе, оған зекіме дейді. Бұл аят жоғарыдағы
Қайсы аятқа сәйкес келіп тұр? Уажака дуалан фахада, сен адасқан қалай тапқан еді, тұра сал. Сен шариғатты білмейтін едің, саған шариғатты үйреттік, енді білмейтіндерге сен үйрет деген сияқты. Әрбір ілім алушы адам, шариғат ілімін, бір хадис, бір аят, оған біреуге ілім үйрету барысында көркем мінез құлықпен қарулану керек, түсіндір ғой? Ей, дым білмейтін, топастар, бірдеңе емес. Сен де білген жоқсың. Саған Аллах үйретті, ол да білмейді, оған үйретті. Қазақта мақал бар. Білмегенді кешіре алмасаң, білгендігін қайда дейді. Сен ілім аласың, біреудің жағдайын түсіну үшін. Ілім аласың, оған көмектесу үшін, оған жан ашу үшін. Тәкаппар болып, біреудің төбесіне шығып алайын, масқаралайын деген мақсатпен ілім алмай екенсің. Үшіншіден, «Ва амма би ниъмати роббика фахаддис». Енді Құдайдың берген нығметтерін айт дейді. Хабарла дейді. Бұл жоғарыдағы сені біз кедей күйде тапқан едік, байыттық деген мағынада келеді екен. Бұның ішінде дін нығметі де, дін нығметі баршасы кіріп кетеді екен. Енді осы аяттарға бір кішігірім тоқталып өтейік. Жалпы бұл аяттар пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху қатысты. Аллах пайғамбарымызға өзінің берген нығметтерін айтып, сол нығмет арқылы жақсы істерге бұйырып жатыр. Жетімге деген қамқор, сұраушыға деген түсіністік, Аллахтың нығметіне деген шүкірлік. Осы нәрсені бұйырып жатыр. Ал біз, адамдар, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның үмбетіміз, Аллахқа сансыз мақтаулар болсын бізге иман берген үшін. Аллахқа сансыз мақтаулар болсын осы исламмен жүргізген үшін. Альхамдулилlah. Біз Құран аятында келген сияқты «Лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасанатун лиман кана ярджуллаха вал яумал ахир ва закараллаха касира». Кім-кім Аллахты көбірек көретін болса, Алланың ризалығын іздеген болатын болса, ақыретте жағдайым жақсы дейтін деген ойлаған болатын болса, ол адамға Аллахтың елшісінде үлгі бар дейді. Енді пайғамбарды өзін үлгі тұтуым керек. Жалпы адамдар өмірде біреуді үлгі тұтады. Үлгі тұтпайтын адам болмайды. Адам бір үлгі тұтады. Өздеріңізде білетін шығарсыздар, мысалы, біреудің үйіне барып қалсаң, баласының комнатасына кіріп келсең, өңшең бір рем оларды сурет іліп тастайды ғой дейді. Мускула бәлдерді. Шварценеггер ма? Кумир дей ма? Кумир деп қояды екен. Қазақша бір тұтып деген дейді. Біреудің қызының комнатасына кіріп келсең, өңшең әншілер күтір алды ғой. Пәленші әнші, жігіттер тобы анандай деген сияқты. Қойып қояды. Яғни өзінің кумирлері іліп қояды да. Соған ұқсағысы келеді ма, жоғылы соны өзіне жақсы көреді ма, жақын тұтады ма, сондай бір нәрсесі болады адамдар. Енді Шварценеггерден білмеймін енді не үлгі алуға болатын. Андай бір Шварценеггердің суретінен кейін тек тренажерный залға бармасаң, басқа дым жоқ қой. Порошокты шеп бұл шығат өсіретін, сөйтіп тренажерға барып кәшет өрмесін. Ал адамзат баласын пайғамбар Мұхаммед Мұстафасында қандай үлгілері бар да. Кім өзіне пайғамбарды үлгі еткен болатын болса, ол адам дүние ақыретте міндетті түрде ұтады. Сол үшін сахабалардың бойынан пайғамбарды өзіне үлгі тұтуды біз өте қатты көреміз. Әрбір сөзін, қылығын, жүріс-тұрысын сол кісіге ұқсатқысы келетіндер болған. Пайғамбарымыз осылай тамақ ішуші еді. Пайғамбарымыз осылай ұйықтаушы еді. Пайғамбар сияқты тамақ ішетін болсаң, ешқандай диета керек емес өз. Диета деп анау нелер жазылу қажет жоқ, арықтайтын курстарға, басқаларға ештеңе керек емес. Арықтатын дәрі деген сияқты. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху үлгі тұтатын болатын болсаң, денсаулығың жақсы болады. Өйткені темекі шекпейсің, арақ ішпейсің. Пайғамбар саллаллаху үлгі тұтатын болсаң, көршілермен қарым-қатынасың жақсы болады. Пайғамбар саллаллаху үлгі тұтатын болатын болсаң, отбасына береке келеді. Пайғамбардың үлгі тұтатын болсаң, тамағың тап-таза болып шыға келеді. Ол жерге шайтанның шайы, шошқаның майы араласпайды. Пайғамбар саллаллаху үлгі тұтатын болсаң, ашулансаң, сабырлы боласың. Яғни бүкіл нәрсені өзіңе таба аласың. Және пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху қараңыздаршы. Өзінің қысқа өмірінде
пайғамбарлығын алып алған кезде бүкіл нәрсені өтіп шыққанда, бай да болды, кедей де болды, бейбіт заманда болды, соғыс кезде болды, өсек естіген кез болды, жақсы сөз естіген кез болды, дұшпанның көп кезі болды, досының көп кезі болды деген сияқты. Бұл айтқанда әйелінің қайтыс болған кез болды, балаларының қайтыс болған кез болды. Бүкіл жақсы адал достар болды, қасында сатқындар болды деген сияқты. Бүкіл бай, кедей, тіпті соғысты да көрді. Соғысқа әскер бастап баруға да болды. Қоғамда адамдар осылай, не бай, не кедей, не билік иесі, не басқа иесі, осылардың бәріне пайғамбарда үлгі бар да. Бай, пайғамбардың бай кезінде үлгі алсын, қандай жомарт болды. Кедей пайғамбар кедей кезінде үлгі алсын, қандай сабырлы болды. Қайсы жағын алсаң да пайғамбарда өзің үлгі алатын тұстар өте көп. Пайғамбарымыздың бүкіл жүріс-тұрысы кітап болып қалып кетті ғой. Кітап болып қалып кетті. Сол үшін бұл жерде Аллах Тағала біздің пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламды жұбатып, ол кісіге осы аяттар түсіндіріп жатыр, бірақтан ол бізге де ар жағында сабақ болып келіп жатыр. Сол үшін ғалымдар «Уамма би ниъмати раббика фахаддис» деген не деп айтады? «Хаза хасун лаху», бұл пайғамбарға арнайы түрде айтылған дейді. «Ва амун ли умматихи», үмбетіне жалпы айтылған дейді. Расында пайғамбар бізді сондай нәрсеге үйретті. Жетімге қамқор болуға үйретті. Егер біз мұсылманшылықты жақсы ұстайтын болсақ, арамызда бір жетім пайда болып қалатын болса, сол жетім, егер біз шариғат бойынша амал істейтін болсақ, сол жетімнің жағдайы әкесі бардың жағдайынан жақсы көтереді. Өйткені мұсылман қоғамында жетім бүкіл мұсылман оның әкесі болып шыға келеді. Анда бір ғана әке. Ал жетімнің әкесі бүкіл мұсылман пайғамбарды өзіне тұтқан. Өйткені пайғамбар сосын айтып кетті, не деп айтты? Ана ва кафилул ятим, мен және жетімге қамқор болған адам деді. Кахатайни фил жанна деп, екі қолын көрсе жәннатта былай жүреміз деді. Субхана. Екі сосын ажырамайды. Көз алдыңа елестетіп көрші, жәннаттың бақшасын пайғамбармен қол ұстасып аралап жүрсің бе. Неге? Өйткені сен жетімге мейірімді адамсың. Жетімге қамқор болған адамсың. Жағдайын сұраған адамсың. Қандай нығмет беріп қойды. Қандай үлкен дәреже көтеріп қойды. Сол сияқты исламда біреу сұрап келетін болса, оған зекімейсің. Бар болса бересің. Жоқ болса, жақсы сөзіңмен шығарып саласың. Қазір осындай болмайды, Аллах енді жәрдем етсін. Саған да бізге де болса берер едік деген сияқты. Вообще қанды іштің қоясың. Жұмыс істемейді екесің. Көзіме көрінбеші. Деген сияқты сөз. Егер ол шын сұрап келетін адам болатын болса мұқтаж. Тура сол сияқты ілім алушы. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам әрбір сұраушыға ерінбей жауап беретін. Енді қазір кішігірім бірдеңе үйрендік деп жүрміз ғой, Аллахтың үйреткені басқа ілімі жоқ. Субханалла, сіздерге бір нәрсе айтайын. Мына телефон қосасың ғой енді. Түн болса, түнде де звондай береді бауырлар, күндіз болса, енді көп уақыт қазір қосамайтын болдым. Физически шыдай алмай жүрмін де, шынын айтсам. 24 сағат сөйлесуге болатын сияқты мына телефонмен. Өйткені бауырлар көбейген шығар енді. Әркім сұрағы бар. Кейбіреулер ол көп звонатқа біледі, кейбіреулер аман саулық сұрайды. 15 минут. Алла разы болсын. Тілектерін тілеп жатады, басқасы болады, телефон қосылып жатсаң. Бірақ шын айтайын, мен пендемін ғой, бәрі кемшілігім бар, 5-ші звоноктан кейін бар, нервім қоза бастайды. Ассаламу алейкум, дарын ұстаз деп жатса да, қалайсыз деп жатса да, өйткені әлсіз екенім сезем да, сол кезде пайғамбарым есіме түсіп кетеді. Субханалла. Күндіз түні оңнан солға қасында жүріп, не бір сұрауларды қойып, не бір қыл көрсеткен адам, бірақ қандай сабырлы болған екен деймін. Иншалла Аллах Тағала сіздерге араларыңыздан бір сондай бауырлар, ілім іздеп жүргенде бауырлар, сондай бір ілім нәсіп етсінші. Сол ілімді Аллах үшін таратушылардан болыңыздаршы. Сол кезде сіздерге күніне бір 20, 30, 100 адам сұрақпен келген кезде пайғамбардың мінезі қандай болған сол кезде түсінесіңдер. Қандай керемет ол адам болған сол кезде түсінесің. Қазір оңай сияқты, жауап бере беремін ғой деген сияқты. Оңай емес екен бауырлар. Оңай емес екен.
үлгере алмайсың кәдімгідей ол күйінде. Сол үшін шариғатта сұраушыға зекіме дейді. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның бойында берген нығметтің біреусі ол кісінің жұмсақтығы. Ілім алудың өзінде. Біреу сұрады ма, үйрете бастайсың. Медина қаласында оқып жүрген кезінде, енді біз сабақтар болды, сосын бір Құран айтылайын деп бір столдың түбіне үлкен мешіт қой, білесіздер ғой, миллиондық адамдық. Сонда бір жерге келіп отыратын, сол жерде ылғи бір араб кісіні көрдім. Ол жай қызметкер. Мұғалім емес, шейх емес. Өзінің бір бизнесі бар. Жай араб. Қолында істейтін жұмыскерлерін кешкі уақыттан кейін ол кісі не істейді? Шам мен құптан уақытысында бір 5-6 адам бар, бір өзі талғыр қатын сияқты, тағы бір жаңағы есік алдын ысыратын деген сияқты, сондай жұмыскерлерін өзі ол жұмыскер істетіп жатыр. Қарапайым біреу Бангладештен келген, тағы басқадан келген сияқты адамдар соларды отырғызып қояды да өзінің Құранын соған үйретеді. Кей кезде мен қызық көріп қарайтын соны. Ана кісіге мен таң қаладым. Ол жай бизнестегі адам ғой. Отырғызып қойып үйретеді қол астындағы жұмыскерлерге. Аналардың енді араб тілінде сөйлемейтін болғаннан кейін Құран жаттағанын көрген кезде ананың нерві қалай жинап жатқанын менің миым жетпейді да. Келеді да бір күні алсам Таббат яда Аби Лахаб сүресін үйретіп жатыр екен да. Шейх қайталайды. Таббат яда Аби Лахаби ва таб, жаңа араб бизнесмен. Соған қайтала дейді да. Анау арабша өмір сөйлеп көрмеген бе айтып, не қылман ба? Ананы оққан кезде уже нервін қоза бастайды ғой. Та деп бір 5-6 рет бар. Таба деп тұрады да. Сосын деп мына өзің оқып жатқан Құранды шатасып қаласың десің. Сосын қазір шүре деп қояды да. Аспайта. Таббат деп қояды. Сосын қайталайды. Та дейді да. Осылай 10 рет, 15 реттен кейін барып таббат деп айтады да. Ана спокойно отырады да. Машалла. Машалла. Ана мәз болып қалады да. Я дұрыс айттым ба? Дұрыс айттым деп. Міне, ұстаздық еткен жалықпас үйретудің балығы дейді. Міне осылар ұстаздардан емес. Біз үйретіп көргенбіз. Ұстаздарды көргенбіз. Енді оларға Алла сауаптан жазсын. Бәріміз, әрқайсымыз әртүрліміз ғой, кемшілігіміз бар. Медреседе оқып жатырмыз, алғаш осы әріп жаттап жатқан кезде. Бір бауырымыз енді оған айын дегенді келтіру қиын біз арабтың әрбі айын деген. Ол бір күн жүреді соны айын деп жүреді да. Сосын Кафирун сүресін жатта деп тұрған ұстаз. Кішкентай сүрелер бар. Ол жаттаймай жорға дегенде бір 3 күннен кейін түннің ортасында жаттап алады ғой. Ұстаз ұйықтап жатыр. Жүгіріп барып түнде ұстазын оятқан ғой, онкіде дұрыс емес қой. Ұстаз не болды десе, жаттадым. Жаттасың ертең ұмытып қалуы мүмкін дейді. Енді сен шұтырың ба не? Енді сен менің ұстазымсың ғой, мен қазір айтпасам сен жауап бересің сен. Ой, сен ал айт дейді. Сосын бізде оянып кеттік анарда. Ана оятып жатқан екен ұстазын. Бізге де ұстаз болатын ғой. Бәріміз жерде ол біз төртте жататын ғой. Сосын ал айт дейді, ұйқылай алып оқы сөзі. Құлия дегенде, алия деп қояды. Сосын ей, осы үшін ояттың ба мені дейді. Алия үшін ояттың ба дейді. Сол үшін сұраушыға зекіме дейді. Ол дүние тұрғысынан болсын, ілім тұрғысынан болсын. Аллах пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи айтты: "Фабима рахмати миналлахи линта лахум", саған Аллахтан берілген мейірімнің біреусі линта лахум, сен жұмсақсың. Жұмсақтық, сенің бойында жұмсақтық болатын болса, Аллахтың мейірімі бар деген сөз де сенде. Алайда, фабима рахмати миналлах, Аллахтан болған мейірім, сен жұмсақсың дейді. Валау кунта фаззан, егер дөрекі болатын болсаң, ғализал қалып жүрегің қатты болатын болса, лан фалду мин хавлик, қасынан қашып кетеді дейді бәрі. Таббат едім 10 рет дегенде жоқ айтқызып адам, ол машалла деп отырған, бұл жұмсақ адам да. Бірін сен оқымай-ақ қойшы. Бас алып жүрдің ғой. Сен оқтан өзің білетін ұмытып қалдың ғой деп қылса, ол кім? Ішіне бармайды одан кейін, дұрыс па? Кім шыдайды оған андай адамға? Кім үйретеді оларды, ойлаңыздаршы. Енді бар ғой, сіздер ондай емес шығар деп ойлаймын. Сол үшін бұл жұмсақтық әрқашанда көргем дейді. Отбасында болса да, басқа болса да, әйелің кей кезде, ой, бір әйелдер енді сөйлеген жақсы көреді ғой, білесіздер, әйелге өзі сөйлейтін аузы емес, тыңдайтын құлақ керек дейді. Сол кезде жайлап өзі тыңдап деп қойсаң, болды өзі сәл шыдау керек та.
Ман лам ясбир аля калиматин ясма калиматин деп атады. Бір сөзге шыдамаған 1000 сөз естиді дейді. Соншыдан қойшы көп сөйледің ғой десем, одан кейін әңгіме, одан кейін түнмен тыңдап шығу керек болады да. Сен өлеңе деген сөз. Лучше жарты сағат тыңдаған жақсы. 5 сағат шағын. Сосын осындай бір жұмсақтар болу керек, О, күшті екен, әңгімең жақсы екен деп қойсын. Тыңдадың тыңдамадың өзің білесің ғой. Яғни жақсы қарым-қатынасы сұраушыға жауап беру керек. Сұраушыға жауап беру керек болып қалады екен. Одан кейін байлыққа мастанбау. Байлыққа мастанбау. Бұл жаңағы өйткені қазақта мақал бар, семіздікті қой ғана көтереді дейді. Өзі Құранда да бұны алып өткенбіз. Иқра сүресінде, Алақ сүресінде иннал инсана ятға ар-ра'a ұстағына адам жағдайы болғаннан кейін өз бір шекараны бұза бастайды дейді. Қазақта мақал берген перде бұзады дейді. Сәл бұл өзі кейбір адамдар болады, тақуа адамдар енді. Құдайдан қорқып, кішігірім ұстап, ұлық болсам кішік бол деген қағиданы ұстап жүреді. Кейбір адамдар сәл байып кеткен кезде уже сәлем де өзгереді, бәрі өзгеріп кетеді ғой. Дұрыс па? Қазақтың семізді қой көтереді деген сөз бекер емес. Сиыр семірсе сүзеді, жылқы семірсе тереді, қой семірсе жата қалады. Сол үшін кәдімгідей бұл байлыққа мастанып кетуге болмайды. Кедейлікке оған сабырсыз көрсетіп кетуге болмайды. Жаңа айтқан сияқты кедей бай болсам деп, бай құдай болсам деп жүрсе, оны қоғам қай жаққа болады онда? Кім онады онда? Жетімге қамқорлығын айтып кеттік. Жарайды, сен біреудің баласына, жетім баласына қамқор жасап кезде өзің ойлашы, Алла Тағала білуі мүмкін ғой. Сен ертең не боласың? Ешкім өміріңді жазып берген жоқ па? Сен осынша уақыт өмір сүресің, шал боласың, ол кезде балаларың бәрі үйленіп, бала шағалы болып, өзін-өзі аяқ тұрып кетеді, сосын барып өлесің, ешкім айтқан жоқ. Кез келген жағдайда болып қалуы мүмкін. Кез келген жағдайда Алматыда бір жақсы көретін бір бауырымыз бар еді, ағасы өмірден өтті, енді Аллах Тағала жарылқасын дейміз. 2 баласы бар, қызы бар, ұлы бар, кішкентай ғана. Ұйықтаған, кешке тұр, азында оянбайды. Ешкім білмейді, не үшін болған. Түрлі себептерін айтады дәрігерлер. Сол үшін сен біреудің баласына жақсы қарасаң, жетім болған, сенің балаңның өзіне жақсылық келеді. Бұл жақсылық деген сондай қайда отырады. Жамандықта қайда отырады. Кешірім сұрап қоймасаңшы. Бұның бәрінің өзінің несі бар, қайырымы бар. Жаман сөздің қайырымы бар, жақсы сөздің қайырымы бар. Жаман істің қайырымы бар, жақсы істің қайырымы бар. Біз қазіргі істеп жатқан істеріміз бен сөйлеп жатқан сөздеріміз келешекте тереңде отырған жемістеріміз. Қазір мен бір сөз сөйлеймін, осы 10 минут, ертең 10 жылға бір егіп тастадым. Жақсы ма, жаман ба, соны ертең белгі болып қалады. Сол үшін қолдан келсе, жаман сөзбен, жаман істен алыс болуға тырысу керек екен. Одан кейін аят ең соңғысы Аллахтың берген нығметін айтып отыр дейді ғой. Бұл Аллахтың берген нығметін айтып отыр деген бір мағынасы Аллахқа мақтау айт дейді. Шүкірлік ет дейді. Аллахқа шүкірлік ет деген сөз. Жалпы бақытты боламын десең, ғалымдар айтады, дін мәселесінде өзіңнен жоғарыға қара, дүние мәселесінде өзіңнен төменге қара дейді. Әрқашанда. Егер сенің үйің болса, үйсіз жүргенге қара, үйің болмаса, күйсіз жүргенге қара, көлігің болса, жаяу жүргенге қара, жаяу жүрсең, аяқ жоққа қара. Субханалла. Осындай бір шүкірліктерді білу үшін, аятта Аллах Тағала сені Аллахты жетім едің, қамқор бердік, кедей едің, байыттық, жол таппаған ек, жол тауып бердік деген сияқты, кей кезде өзіңдегі бар нәрсенің қадірін білу үшін, сендегі бар нәрсеге жете алмай жүрген адамдардың қастарында болған жақсы да. Мысалға біздің көзіміз көріп тұрса, көзі көрмейтін біреу бар, зиярат етіп қалған жақсы. Білесің де сонда қандай бай екен. Қолың ұстап тұрған болса, қол істемейтін адамға барып көр. Аяғың жүріп тұрған болса, аяғы жүрмейтін адамға барып көр. Әрқашан аптеканың ішіне кірсең, жай ғана бір балаңа витамин алам деп, аскорбинка алам деп. Кіріп келсең, не бір дәрілер тұр ғой, дұрыс па? Жүректің дәрісі, бүйректің дәрісі, инвалидный коляска, балдақ тұр. Яғни балдақты көріп, біреу ақсайды екен ғой, біреуге мынау керек болады. Колясканы көріп, біреу жүре алмайды екен ғой. Біреудің инфаркты бар екен ғой. Біреудің туберкулез екен ғой деген ойға келесің. Бір дәрінің өзі саған уағыз береді. Мен тек қана витамин алып кетіп баратырмын болды. А мынаны біреулер алады. Мынаны біреулер алады деп әрқашанда шүкірлік етіп қою керек екен. Сол үшін бұл бірінші саған берген нығметті алып Аллахқа мақтау айту, екінші өзіңдегі нығметті шүкір ету, және саған хасад қылмайтын, көре алмастық жасамайтын, саған бір жаман ойға түспейтін адам болатын болса,
оған бірге отырып еске алған жақсы. Әйелімен бірге отырып алып, кеше екеуміз жүредік, жай ғана студент едік, енді осындай бір кемшіліктер болыпты, білмеппіз, бейнамаз жүріппіз, субханалла едік, қазір екеуміз бірге намаз оқып жатырмыз, қандай керемет. Екеуміз бірге таң намазға тұрамыз, бірге сен оятасың, мен сені оятамын, қандай тамаша. Бізге ешкім жоқ, Аллах бізге бала беріпті, баламыз аяқ қолы сау. Альхамдулилля. Яғни осындай бір нығметтер еске алып отыру керек. Кеше біз осындай едік, бүгін мынандаймыз. Кеше біз андай едік, бүгін біз мынандаймыз. Кеше бұндай едік, біз мынандай едік деп шынымен еске алып тұру керек болады екен. Сол үшін Али ибн Аби Талибтен жеткен бір сөз бар. Лан янқати ал-мазиду миналлах хатта янқати аш-шукру минал-абди. Құл шүкірлігін тоқтатпайынша Құдай бергенін тоқтатпайды дейді. Аллах Құранда айтады: "Фазкуруни азкуркум", мені еске алып жүріңдер, мен сендерді еске аламын. "Вашкурули", маған шүкірлік қылыңдар. Ода такфурун, күпірлік қылып қоймаңдар. Шүкірлік дегеніміз көз берді, жақсы нәрсені көр, Құран оқы. Құлақ берді, жақсы нәрсені тыңда, хадис тыңда. Ауыз берді, жақсы нәрсені сөйле, насихат қыл. Қол берді, жақсы нәрсе істе, жетімнің басын сипа. Аяқ берді, мешітке бар, шүкірлік болады. Аяқ берді, дискотеке барсаң, күпірлік болады. Қол берді, біреудің басын жарсаң, күпірлік болады. Көз берді, күнә қарасаң, күпірлік болады. Сөз берді, өсек айтсаң, күпірлік болады. Аллах шүкір қылып өмір сүр дейді. Күпір қылып өмір сүрме дейді. Сондықтан бұл әрқашанда шүкірлік болу керек. Аллах Құран айтты: "Вала ин шакартум ла азиданнакум", егер шүкірлік қылатын болсаңдар, сендерге бергенімді арттырамыз деді. Аллах Тағала білмеген нәрсемізді кешірім етсін. Баршамызға осы Құран мен сүннеттен болған жақсы ілімдер нәсіп етсін. Аллах Тағала біздің әйтеуір бізге қас болған әке шеше, туған туысқан, бауыр ағайындарымыздың бәріне амандық беріп, оларға да осы Құранға деген осы қызығушылықтарын арттырсын. Олар да осы ертең мына өмір өтіп кетеді, бірақ мәңгі Аллахтың алдында өмірдің алдында шәрмәнді болып қалудан сақтасын. Сол жақта әйтеуір мәртебесі көтерілетін сөздер мен істерді сөйлеуін нәсіп етсін. Ертең Аллахта осы отырған баршамызға пайғамбарға деген махаббат нәсіп етіп, ертең жәннатта пайғамбарымызды көзімізбен көріп, пайғамбарымыздың құлағын айтқан сөздерін құлағымызбен естіп, пайғамбарымыз жүрген жәннатта жүруге нәсіп етсін. Барша мұсылмандықтарға Аллахтан жәрдем етсін. Субханаллахи ва бихамдихи, ашһаду ан ла илаха илlalloh.